Барлықтарыңа сәлем достар, сіздер мен Аликон ТВ. Бүгін бізде FIFA Mobile. Мен қазір Реалға против матчты өткелі жатырмын достар. Капец на матч қиын. Бізге 100 жетонды по-любому алу керек достар. Бізге қазір ояну керек достар. Кәдімгідей теріс ойнау керек. Так что алдағы уақытта менімен болыңдар. Ал біз бастаймыз, матчқа кіріп жатырмыз уже. Блин, қиын матч болады достар, по-любому. Гол салу керек, по-любому. Так, Альмирон по флангу. Хоппа. Мынау кім? Гнабриді көрді. Гнабри гол! Достар, көп адамға осы матчтан кейін кумет түсіп жатыр. Это вообще жестко. Қазір маған да кумет түссе достар. Ай, блин, мен мына жерде секіріп, қышқырып, айғайлап, білмеймін, сондай бірдеңке болады по-любому. Блин, Винисиус, Серхио, Модрич, Канаваро. Пенальти жоқ, Каземиро. Қандай күшті атака. Блин, Канавароға берем. Кеттік. Тура жаңағыдай Альмирон, Марселоны өтет. Потом, Альмирон, не қылдың? Блин, бізге әлі 3 гол керек. Біз хотя неге асығып жатырмыз. Асықпаймыз. Варди только тупиктап қалма. Окслейд. Опа, все. Окслейд Чемберлен ойынның осы балаға мен ранг берем қазір достар. Красавчик бұл. Уже 4-2 достар. 35 минут біз қазір тағы да бір 3 гол салуымыз керек. Альмирон. Блин, что-то шықпай жатыр. Тони. Лука. Опа, Гризман. Опа дейміз да. Рафаэль. Хендерсон не істедің? Жарайды. Асықпаймыз. Каземиро. Кәрім Бенземаға пас. Начо защитада өз орнында ол. Блин, опасно. Алисын, тащи. Не пром. Мен болды уже, достар, гол деп ойладым. Бірақ Винисиустан сондай қателік күтпедім, достар. Еще жаман хабар, кеше Реал Лига Чемпионовтан ұшты, достар. Прикиньте. Мен на 100% до конца уверен болғам, что олар өтет дегенге. Блин, Карвахаль, капец. Бізге ояну керек. Блин, 2 гол. Сейчас или никогда ғой, короче. Гарет. Пенальти ма? Ой, ё-моё, мен пенальти деп шошыным. Алисын, красавчик. Давай, Рамс, давай сразу Гризманға. Без защитника қалдыналар. Қазір Гризман Куртуамен 1-1 шығама или Вардиға пас берейік. Варди, давай, гол! Достар, біз контратака сразу бастап жаса кеттік. Бүгін біз керемет заряжынымыз. И қазір тағы да бір гол. Если салсақ, дополнительное время болады, достар. Ең қызық сол кезде басталады. Ал қазір біз мейлінше гол өткізбеуге тырысуымыз керек. Хендерсон, Альмирон по флангу. Маған капец кедергі жасауда. Гнабри. Ё-моё. Капец. Давай, алып алыңдар, паже, бірақ гол. Прикиньте, достар, кешегідей 1 гол жетпей қалса, кешегідей ол видео шықпады ғой.
Так, Альмирон, давай. Серж. Альмирон. Полина, доптан айырылып қалам ба деп қорқам. Мә? Гол! Достар, камбэк скоро, камбэк. 4-4. Полина қолым терлеп кетті ғой. Так. Достар, қазір біз ордан допты тартып алып, шабуылды сразу бастап кетуіміз керек. Защита. Давай. Серж. Варди. Серж. Сенем. Куртуа. Бойың ұзын сен. Так. Есептеуім бойынша дополнительное время бар. Пенальти, достар, сразу. Пенальтиден өздеріңіз тамашалаңыздар. Все, достар, жеңдік. 9-8. Қазір надеемся игрокқа. Паже, мен сондай қатты еңбектендім бұл матчқа. Паже eSports, просто умоляю. Ради контента. Бір хотя бы элитный, хотя бы бере сал. Көзім жұмам, лайкер или не лайкер. 3, 2, 1. Игрок! Лайк қойыңыздар. Подписка жасаңыздар, достар. Қазір кім екенін точно білмеймін, бірақ элитный да болуы мүмкін. Бірақ сіздер осы екеуін условияны түгел жасасаңыздар, бұл мастер болады. И черт. Жарайды. Тәуба болғанда. Так. Сонда маған мынау түсті. Блин. Давайте онда игровой автомат кранға барайық. Қазір осы жерден, достар, мастерға үміттенейік. Осы жерде мастерға үміттенейік. Паже, только усилие навыков емес. Мен қазір көзім жұмам, достар. Сіздер лайкер или не лайкер? Давайте, табамыз. Мен көзім жұмам. И кім бол? 3, 2, 1. Ух ты, ё-ма! Первый ретро игрок! Офигеть! Мастер, достар, словили! Наконец-то! Хоть что-то. Ретро воспоминаниеға кіреміз, достар. И мына жерде Акин Фенба деген ойыншы бар екен. И соған матч ойнаймыз. Матч біткенде қосам. Достар, победный гол 90 минутта прям Гнабри келді. Девятка. Банк деді. И бізде следующий игрок уже бүгін 3 игрок славить етейін деп тұрмыз, достар. Блин, Серхио, красавчик. Серхио.
Болды достар. 2-1 біз Хейденейм деген команданы жеңдік. Қазір енді біз игрок дегенде Акинфенваны аламыз. Ол негізі сильный игрок дейді ғой. Ай, көрейік ал енді. Бабах! Акинфенва. Анимированный карточкасы ма нені? Анимированный карточкасы. Ретро очко. Кездесеміз достар. Достар, не мен творить етіп жатырмын? Счет 80-ші минутта басталды матч, иә? Счет 2-0 болды. Ойлаңыздар, 84-ші минутта мен бірінші гол сан, 87-ші минутта екінші гол, 90-ші минутта үшінші гол. Капец, ё-моё. Болды. Камбэк. Пенальтидан басталады еще оларға. Вообще несправедливость қой. Бірақ мен оларды смело жеңіп тастадым, достар. Так что менен қорқыңыздар деп па. Так, қазір біз 100 очко ретро очки аламыз. Уже бізде 650. В смысле, Хупан? Требуется общей команды. Ё-моё. Онда бетеміз, достар. Қазір смело. Біз онда Алисынды алып тастаймыз. Алисының орнына Перинді қоямыз. Ой, ё-моё. Алисының орнына Перинді қоямыз. Наның орнына біз Наны қоямыз. Қазір тосатыңыздар. Жөндеймін қазір. Потом Наны қоямыз. Фернандо Иеро. Потом оның орнына мынаны қоямыз. Индусты. Ортадан енді ЛП-ға мен сондайға жақын емеспін. Сол үшін ЛП-ға мен кореецті қоям. Одан кейін ЦП, Окслейд, Чемберлен жүре берсін. Хендерсонды ауыстырам. Хендерсонды мен енді наған ауыстырайын дейді. Дендонкер. 106. Разница жоқ. Так, енді маған нападенияда Гризманды ауыстыру керек. Менде қанша? Так, онда мен оны Элзаға ауыстырам. 102. 102 болды, я? Блин. Наны мен 98. Капец, қалай? Жайт, Фернандо Иеронды ауыстырасайықшы. Так, 96. Вроде Варди маған түкке керек жоқ. Сол үшін мен какой-то бір наны алам. Блин, Перинді ауыстыру керек па? Ну, жарайды. Перинді мен наған ауыстырам. Так, енді көрейік достар, қазір. Қалай болады деген матч. 87-те 43. Қазір бірінші тексеріп көрейік достар. Если осындай состав келсе, осындай составпен шығам. Ал если келмесе, білмеймін не болады. Да ну. Сонда ровно 80 болу керек па не? Капец. Онда бітеміз. 86. Сексен бес. 84. Қазір. Блин, 81 болады. 80. Болды, достар. Осылай, короче, шығамыз. Қазір ужасный матч бойын деп тұр.
бірақ білмеймін қазір қалай поступать ететінімізді бар ғой. Если қазір 80-нен үлкен рейтинг шықса, достар, eSports-тың ондайын түсінмеймін мен қалай болатынын. Кеттік онда. Матч ойнайық. 87 плюс ойыншы. Қазір если жеңсек, бұл осы роликтағы уже 4-ші игрок, ретро игрок, элитный или мастер, білмеймін. Қазір оның рейтингі 80-де 16. А менде 80-де 43. Сыгранность он шешет. Так. Негізі справедливо. Справедливо. Так, кеттік. Блин, бірақ қиын болады по идее. Гнабриға доп беру керек. Серч. Блин, ұзақ кетеді бұған. 1-0. Жай тие берейікші, пофиг. Чо, капец, қандай промахтар. Ё-моё. Тиіп аласың ба сен? Но защитник баспен мықты ойнайды. Болды. Болды. Так, кімсің? Промах жасама. Гол 3-0. 4-0. 4-1. Акинфенова первый гол сал. 5-1. Дендонкер. Короче, практически, достар, біз жеңдік уже. Мастерді ала салу керек еді, оған по-любому бар ғой. Өйткені көмегі тиетті. Дендонкер. Гнабри өз ғымна жерде. Почти түгін істерді. И плюс Дендонкер. Голдық пастар бер жатыр ол. Дендонкерға керемет асырылған пас. И... жоқ, жетпеді. Достар, все. Қазір командаға тағы бір ойыншы келеді. Надеюсь, мастер болады деп ойлаймын. Мен қазір енді мастердің дауысы білін қояды, достар. Сол үшін білінбес үшін мен қазір көзім жұмам. А сіздер лайкер или не лайкер, соны айтатын боласыздар. Қазір награданы алайық. Давайте, достар, пожалуй, eSports, умоляю, просто мастер. Лайкер или не лайкер? 3-2. Мынау неге түсе берді, блин. Почти болды ғой, достар, ойлаңыздар. Почти болды ғой. Наны бере салғанда ғой. Аяйдық екен, аяйдық. Короче, достар, бүгінге осы өте керемет ролик болды деп ойлаймын. Өте мощный ролик болды деп ойлаймын. Өйткені біз 4 ойыншы алдық. Қазір оларды сізге көрсетем. Міне Майнгман, Акинфенова, Дефое и Маджа. Маджа мне. 89 плюс түгел, достар. Лайктарыңызды смело басыңыздар. Арнаға тіркеліңіздер. Давайте. Всем пока.